Сәлем достар, бүгін хит пирогтардың бірі маковый пирог дайындаймыз. Бұл пирог кез келген торттан дәмі асып түсетін, керемет ауызда еритін пирогтардың қатарынан. Ал енді тестасын жасауға кірісейік. Ол үшін әрине бөлме температурасында сармайды қолданамыз. Үстінен қант ұнтағын немесе қантты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін жұмыртқаның сары уызын 6 дана қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ақ уызын меренга жасауға пайдаланамыз. Оны алып қаламыз. Одан кейін дәл осыдан кейін мак және разрыхлитель қосатын боламыз. Ол жері видеоға түспей қалыпты. Оны қосып жақсылап араластырып алып, оның үстінен ұн қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырды осылай қатты баспай, қолдың көмегімен жайлап араластыра отыра, күш салмай илейтін боламыз. Біріккенше ғана, көп илеудің қажеті жоқ. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Енді осы қамырымызды алып, таразы болса, таразымен өлшеп, теңде 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Сол кезде екеуі бірдей болып шығатын болады. Әрқайсысы 500 граммнан шықты. Енді бізде формамыздың көлемі менде 30-да 40 пайдаландым. Немесе сіздер 25-те 35 формасын пайдалансаңыздар болады. Дәл осылай пергамент қағаз астына салып, алдымен қолдың көмегімен үлкейтіп аламыз. Жайылуы қиын болып жатса, оқтаудың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Осылай оқтаудың көмегімен үлкен етіп, 30-да 40-қа сай етіп, 4 бұрышты етіп қамырымызды жайып аламыз. Енді осы қамырымызды формамызға саламыз. Артық шеттерін кесіп, жетпейтін жерлеріне жалғауыңызға болады. Егер сіздікі менікі сияқты форма болса. Шеткі бөліктер артық жайылып кеткен, соны пышақпен кесіп аламыз да, бұрыштарына жетпей тұрған жерлеріне жабыстырып шығамыз. Сонымен біздің осылай 4 бұрышты формамыз шығатын болады. Енді сынып кетпес үшін шанышқының көмегімен осылай тесіп шығатын боламыз барлық шетінен. Екінші қамырымызды да дәл солай қайталаймыз. Пергамент қағазға жайып аламыз, формамызға 4 бұрышты етіп салып, шанышқының көмегімен басып шығамыз. Осылай шанышқымен басып шығамыз. Міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер. Мінекей, екі бізде осындай корж шығатын болады. Осылай екіге бөліп дайындап қойдық. Енді бетіне қосатын меренгамызды дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысымызға, құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызын қосамыз, шым-шым тұз қосып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Осылай жұмыртқалы массамыз апақ болып бастағанда, аз-аздан құмшекер салып отыру арқылы миксерлейтін боламыз. Бірден салып жібермеңіздер. Бірден салып жіберсеңіздер, сіздердің меренгаларыңыз басылып қалуы мүмкін. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, 4-5 бөлікке бөліп, аз-аздан салып қозғап отырыңыздар. Жақсылап осылай араластырып аламыз барлығын салып. Біздің массамыз қоюланып бастады. Меренгамыз осындай қою, өз формасын ұстайтындай, табағымызды төңкергенде түсіп кетпейтіндей қатты болу қажет. Үстінен крахмал қосамыз, формасын ұстап тұрып түсіп кетпес үшін, және де өзіңізге ұнаған жаңғақты қоссаңыз болады. Грек жаңғағын майдалап пайдалансаңыз да болады. Менде арахис қолдандым майдаланған. Жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің меренгамыз дайын. Енді осы меренгамызды теңде 2 бөлікке бөліп, 2 коржымыздың үстіне орналастырып шығатын боламыз. Және спатуланың немесе қасықтың көмегімен бір келке етіп жайып аламыз. Дәл осы кезде пешіңізді 180 градусқа қыздырып қоя беріңіз. Қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Осылай барлық жеріне бір келкі етіп жағып шығуға тырысыңыздар. Одан кейін сәндік үшін қасықты алып осылай басып шықсаңыздар, түрі ерекше болып шығады. Дәл осылай қайталаңыздар. Екіншісінде дәл
осылай жасап шығатын боламыз. Қалған меренгамызды салып тегістеп, қасықтың көмегімен әрлеп 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Меренгамыз сарғыш түске еніп, астындағы коржымыз піседі, сол кезде дайын деген сөз. Енді кремін жасауға кірісейік. Ол үшін бізге творожный сыр, қант ұнтағы қажет болады. Екеуін жақсылап миксердің көмегімен біріктіріп аламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, екеуі біріккенше ғана миксерлейміз осылай. Одан соң үстінен салқын сливкемізді құямыз. Сливке міндетті түрде салқын болуы және 33%-дан жоғары болуы міндетті. Оны қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қоюланғанша сонымен біздің креміміз дайын. Кремді алдын ала дайындап қоюға болмайды. Дәл жасар алдын жасаңыздар. Мінекей крем қоюланып жатыр. Өз формасын ұстағанша миксерлейміз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай венчиктен крем ағып түсіп қалған жоқ. Креміміз дайын деген сөз. Біздің меренговый пирогымыз да пісті. Осылай түсі қоңырқай түске енеді, беті қытырлақ болып шығады. Енді ақырындап осылай формадан аламыз да бетіне кондитерлік қапшыққа салып кремімізді құйып шығатын боламыз. Кремнің бір бөлігін, кішкене бөлігін бетін әрлеу үшін алып қалдым. Сіздер барлығын қоссаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Осылай салып алдық та спатуланың көмегімен барлық жеріне жеткізіп жағып шығатын боламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі де осында. Меренга, крем, корж өте керемет үйлеседі. Енді бетіне ақырындап келесі коржымызды ақырындап қоямыз. Одан кейін қалған креммен әсемдесеңіздер болады. Мен осылай крем жеткенше әсемдеп шықтым. Енді холодильникке, яғни тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырып, содан соң барып жесеңіздер, кремі сіңіп, коржы жұмсарып, өте керемет болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай көздің жауын алатын, өте дәмді, клиенттің жүрегін жаулайтын, бір жесе ғашық болатын пирог дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен сіздерге кесіп көрсетейін, іші қандай болып шыққанын. Өте дәу болып шығады бұл пирог. Дәмі де керемет. Мінекей кесіндісі осындай болып шыққан. Көріп, есіп тұрғандарыңыздай бетіндегі меренгасы осылай қытырлайды. Өте керемет кейіннен жұмсаратын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.